Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге 5 түрлі самсаның жасалу әдісін көрсеткім келеді. Гүл самса, рогалик түріндегі самса, гармошка самсасы, асқабақ пішініндегі самса және классикалық түрдегі самса. Осы самсалардың барлығын алдағы видеолардан көре аласыздар. Видеоларымды жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Қамырына қажетті заттарды төмендегі описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден қарасаңыздар болады. Бірінші қамырымызды жайып, үстіне сары майды ерітіп жағып шығамыз. Майды түгел жағып болғаннан кейін қамырды осылай орап шығамыз. Оралған қамырды тоңазытқышқа, мұздатқышқа салып қоямыз әзірге. Екінші қамырымызды жайып аламыз. Оны осындай кішкентай төртбұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Осыдан сәл үлкендеу қылып бөлсеңіздер болады. Бірінші бөлігімізді алып, үстіне салмамызды саламыз. Содан соң манты түйгендей етіп, 4 жағын біріктіріп түйеміз. Видеодағыдай айналасында түйіп шығамыз. Тағы бір қамырды алып, самсаны үстіне қойып, жаңағыдай қайталап қайтадан түйіп шығамыз. Өте оңай жасалуы. Осылай видеодағыдай қайталаймыз. Самсаның салмасын әртүрлі қылуға болады. Картоппен, асқабақпен, ірімшікпен, немесе етпен картоппен, етпен асқабақпен бірге. Қалауыңыз бойынша әртүрлі салма салуыңызға болады. Міне гүл самсамыз дайын болды. Өте әдемі. Тағы біреуін жасап шығамыз. Енді мұздатқышқа салған қамырымызды алып, осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Бір бөлігін алып, ұнға орап, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Өте жұқа қылып жаймаңыз. Қалыңдығы орташа болсын. Ортасына салмасын салып, менде асқабақпен ет. Айналасын түйіп шығамыз. Бұл самсаның түбін түгелімен жауып тастаймыз. Кері айналдырып, шарық жіптің көмегімен пішіндейміз. Осындай кәдімгі әрбір үйде бар шарық жіпті аласыз. Соның көмегімен видеодағыдай пішіндеп шығарсыз. Бұл самсаларыңыз әбден піскеннен кейін, суығаннан кейін шарық жіптерді жайлап қиып алып тастайсыздар.
Бірнеше рет жасағаннан кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Жасалуы өте оңай. Енді жасайтынымыз классикалық түрдегі самса. Бұл самсаның толық жасалуы видеосы, рецептісі менің арнамда бар. Жоғарыға сілтемесін қалдырамын, сол жерден көрсеңіздер болады. Ол видеодағы самсаның қамыры жұмсақ болған, ал осы видеодағыдай жасасаңыз, самсаның қамыры қытырлақ және қатпарлы болып шығады. Ал бұл самсаның қамыры жаңағы самсалардан өзгешелеу. Құрамын описаниеден табасыздар. Осылай нанды жайып аласыздар. Содан соң шанышқының көмегімен осылай бір шетіне узор саласыздар. Пышақпен тіліп шығасыздар. Шеттерін түйіп шығасыздар. Кері айналдырып, ортасына салмасын саласыздар. Қамырды айналдырып, салмасын жабасыздар. Содан соң рулет сияқты айналдырып, екі шетін біріктіресіздер. Міне дайын. Өте оңай және піскен кезде бұл самса жұмсақ болып шығады. Осылай екіншісінде жасап шығамыз. Бүгінге жасайтын соңғы самсамыздың түрін сіздер менің алдыңғы видеоларымды көріп жүрген болсаңыздар, білетін боларсыздар. Бұл гармошка немесе меди самсасы деп аталады. Жоғарыға сілтемесін қалдырамын, сол жерден толық нұсқасын көруіңізге болады. Осылай қамырды жайып, ортасына еттерін салып, екі жағынан жауып, орталарын біріктіріп, бөліктерге бөліп аласыздар. Және кері айналдырып, формасына келтіресіздер. Барлық самсаларыңыз дайын болғаннан кейін
Жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне кунжут себуге болады. Самсаларды қызып тұрған 200 градуста пешке 30 минуттай пісіріп аласыздар. Міне бүгінгі 5 түрлі самсамыз дайын болды. Мерекелік дастарханға қоюға өте әдемі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр.